Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мынау жағы тағы бір мынау Путиннің қаншық күшігі, қаншер күшігі тақтанып кетті. Башар Асад дейтін қаншер, өзінің халқын қан ішіп, бәрін түрмеге тығып, орысша айтқанда ни рыба, ни мясо, ар жаққа Газаға көмектеспей, сөйтіп онда кетті Путиннің қасына. Бәрін, диктатордың бәрін соның түбі осы. Жаңағы мынау немнен Януковичтен кейін, Янукович болды Украинада. Енді Башар Асад дейтін жаңағы қаншер өзінің халқын атқан, қан ішкен, түрмеге тығып. Енді мынау Грузия қалды. Грузияны да не қылып жатыр? Жаңағы қарсылас беріп жатыр жаңағы Путиннің жаңағы адамдар. Енді мен айтатын, мынау президент болсаң, жаңағы мынау Эрдоган сияқты бол. Басқа президенттер жаңағы Путиннің аяғын пұтын жалап, алдында жаңағы қыңсылап, тепсе де қыңсылап, бұтына басына жаңағы зәр жіберсе де қыңсылап, сөйтіп не қылып жүрсе, бұл Путинмен ашын ойыншық ойнап жүр Эрдоган. Аллаға шүкір, Аллаға тоба Эрдоган бар болғанына. Ол жаңағы қаншаман миллион жаңағы сирийцтің қашқындар қуанып жатыр, үйлеріне баратын болды. Жаңағы Түркияға да 5 миллион жаңағы сирийцтер қашқан. Солардың бәрін жайғастырған ғой бақсы. Соларға да жағдай жасаған, сояқ тұрып жатыр. Мынау қазір қуанып жатыр бақсылар, үйлеріне барамыз деп, жаңағы отанымызға барамыз деп, жаңағы Түркиядағы сирийцтер жаңағы қуанып жатыр. Не қылып жатыр. Енді бұл бір жағынан орысша айтқанда, что не делается, то к лучшему. Башар Асад дейтін оңбаған, ар жағынан голландский высоты тұрып, әкесі сап жүрген голландский высоты. Ол Сирияның жері. Қазір біздің солдаттар тұр, соны еврейлерді қорғап. Негізі сол голландский высотының ар жағында секіп түссе, голландский высотының ар жағында өсе Израиль кіріп баруға болады. Ана Палестина халқына қырып жатыр, кішкентай балалар, шалдар, кішкентай балаларды қырылап, бәрі шығарып жатыр. Соларға бір көмек бермей, бір не қылмай, Израиль атса да оны, түк жасамай, тек қана Путин айтқанын істеп, жаңағы Путин арқасында тақта отырып, сөйтіп мына иттей болып кетті. Оның түбінде негізі международный сотқа не қылу керек, уголовный сотына Путин сияқты. Өзінің қанын, өзінің халқын атқан үшін, өзінің халқын сүйінде жағдайға жасаған үшін. Баяғыда Израиль жағы, мынау күшті президент, мынау қасындағы жағы Либияның президент Муаммар Каддафи, қалай халық соның кезінде тұрған жақсы. Саддам Хусейнді қотты. Кім оған қарсы шығатын? Жағы Египетте переворот жасады. Жағы өзін адам қойды. Иордания өзін ойыншықтар болды. Білдіңіз ба? Енді Газадан бәрін тоң қалдым. Сауд Арабияны оңбаған сатқандар жағы, қандай жағы, Израильдің айтқанына билегеніне билеп жүр. Объединенный Арабский, біріктері Араб немнесі, олардан епке, Катар, Кувейт бар, сол міняқтан байықсы жағы, немне атса жағы, немнеге жақтасып, Газаны жағы, халқыны жақтасып, Йемен. Мынау жағы Сауд Арабия басқалары бар, жағы Иордания басқалары бар, сол ат жүріп жатыр. Сонда не болған? Сол мұсылман, кім мұсылман сонда болған, Мағанша десе, мынау қайта Ирландия мұсылман, Испания мұсылман. Нағыз мұсылмандар солар. ЮАР мұсылман. Нетаньяхуны сотқа беріп, Газаға жақтасып. Өзі мұсылман. Мысалы, Газа мұсылман болмаса да адам орыс болсын, индус болсын, кореец болсын, осылай шығатын еді халық. Адам баласы ол, қалай жасап жатыр? Сол үшін мына Түркияға, Эрдоганға рахмет. Мына жерден енді қазір сол Эрдоганға Путин өзі алдында біз көрсетеміз, бүйтеміз, Түркияға деп отырды, қазір Түркияға жалынып жатыр Эрдоганға. Біздің анау байлығымыз бар, әскерлеріміз бар, самолет, вертолет, танкілеріміз бар, аман-есен шығарайық, соған көмектесті. Білдіңіз ба, жалынып жатыр.
Ал енді мына жақтағы күрттер бар, американецтер контролировать етіп жатқан, орыстар контролировать, ақша берсе дереу жаңағы теракт жасайық Турцияда. Соның бәрін сығыстырып, ар жағына Израиль кәми ашып, қуанар, жыларын білмей жатыр. Ар жағына Түркияның немлер әскері кеп мыналар арқылы газдан тоқтату мүмкін, шанс бар. А мынау Башар Асад Түркияның әскері жібермейді, өзі не қылмай, өзі халқын қинап, өлтіріп, кішкентай қыздар, кішкентай балалар түрмеге тыққан. Масқара енді. Мынандай диктатор қанша еді. Сол үшін мынаны немнен тағы бір диктатор кетті. Енді жайлап диктатордың бәрі сондай олардың түбі жақсы болмайды. Мынау халыққа қуанып, қайта жақсылыққа келіп жатыр.